Сәлем достар, бүгін мен сендерге менің таңертеңгі бет күтімімді айтып беремін, сонымен бөлісемін. Яғни, себебі соңғы кездерде маған инстаграмға өте көп сұрақтар түседі. Қалай жалпы прыщиктарды безеу бар беттерге қалай дұрыс уход жасау керектігін көп кісі сұрайды. Сондықтан осы видеомда мен сендермен нақтырақ барлығын дұрыстап айтып түсіндіріп бөлісемін. Ең алдымен біз менің ойымша, яғни менің опытым бойынша дұрыс күтім керек. Дұрыс күтімді дұрыс заттардан бастаймыз. Мен міне алдымда осындай баночкам бар, коробочкам бар, Зетадан алғам. Осы коробочкада менің барлық бет күтіміне арналған заттарым тұрады. Және ваннада менде осындай бетті жуатын гель тұрады. Бірінші ереже ол бетті гельмен жуамыз. Гель, молочко емес, лосьон емес, сабын емес, тек қана гель. Ылғалдандыратын, увлажняющий гель болу керек міндетті түрде, немесе құрамында салициловая кислота болу керек. Осындай гель мен Oriflame'нан алдым, бірақ маған Oriflame'нан осы бүкіл гельдар ұнайды для нормальной и проблемной кожи деген. Сонымен жуып аламыз бетімізді, сосын арнайы өзіміздің жеке орамалымыз болу керек бетке арналған. Сонымен сүртеміз. Сосын міне мынандай тоник. Осы тоникті қолданамыз міндетті түрде. Себебі гель біздің pH балансымызды өзгертіп жібереді, ал тоник қайтадан барлығын дұрыстайды. Соны былай қолымызды растирать етіп, осылай жасаймыз. Көздің айналасына тоникпен тиісудің қажеті жоқ. Барлық прыщиктарың бәрін осылай, әрқайсысы прыщикті осылай жағып шығамыз тоникпен. Міне көрдіңдер, менде мына жерде тұр, мына жерде тұр. Бірақ осының алдында мен кішкентай болғанда, жас болғанда, менде бүкіл бетімде болған, және мен осы уходтың арқасында соның бәрін жеңдім. Сондықтан мен сендерге қазір тоже соны көрсетіп, сендерге де көмектескім келеді. Келесі сыворотка жасаймыз. Сыворотка ол кремнің ары қарай тереңірек слойларға жетуіне көмектеседі. Тоже бір рет басамыз да, қолымызды айналдырып, бұл Oriflame'нің именно Optimal сериясында маған ұнайтыны, бұның құрамы өте табиғи, және табиғи дегенде осы арнайы жидектер бар. Ол жидектердің құрамында антиоксиданттар бар. Антиоксиданттар олар біздің проблемный кожаға өте жақсы әсер етеді. Сондықтан маған бұлардың құрамы ұнайды. Келесі крем для кожи вокруг глаз. Міндетті түрде крем для кожаны 18 жастан бастап жағу керек. Оны кішкене ғана былай жағасыз. Әрине көп алып қойдым. Таңертең болады, түнде көп жақпаңдар. Себебі таңертең сосын көздерің апық шығып тұрады. Потом қалдықтарын жасаймын да былай. Осы кремнің арқасында темный кругтардың барлығы жазылады. Яғни бір айдан кейін емес, бірақ бір жыл бойына егер осылай қолданатын болсаңдар бір кремді, онда ол өстіп кетіреді. И келесі увлажняющий крем. Бетке арналған. Көрдіңдер ма, оның алдында қаншама затты жағып шықтым. Сендерде дәл сондай уход болу керек. Таңертең және кешке. Небәрі бұл негізі видеосыз 2-ақ минут болады. Осыны бір пальчикті аламын, тоже қолыма жағанда. Мұны әдіспен жаққан кезде бетте даже болашақта әжімді пайда болмауы мүмкін. Себебі мен бетті қатты тартып жатқан жоқпын. Тартсам да біраз үстіне қарай көтеріп тартам былай. Міне осындай бет күтімі, достар. Таңертеңгі бет күтімі. Осылай жасай берсеңдер, кейін болашақта беттерің жақсы болып, бүкіл безеуден арыласыңдар. Міне көрдіңдер, менде әлі де іздері қалған. Бұның бәрі ол менің бұрынғы кездегі бетімде болған безеулердің арқасы.
вот мен дұрыс емес уход жасадым басында, сосын вот 16 жасымда мен түсіндім қалай дұрыс уход жасау керектігін, яғни үйрендім көп жерден, Oriflame да бізді үйретті. Соның арқасында мен қазір почти жақсы кожа, маған қазір бәрі ұнайды, прыщик өте аз, ең бастысы мына дыркалардың бәрін жабу керек, а так в принципе маған өте ұнайды. Вот, достар, егер сендерге бұл видео жақсы болып көп затқа үйренсеңдер, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Комментарийда қандай темаға видео керектігін жазып қойсаңдар тоже жақсы болады. Вот, рахмет бәріне, сау болыңдар.